Футболда қателік көп. Тіпті Чемпиондар лигасы финалындағы Кариустың қателігі оның карьерасын құртып жіберді. Бенземаның аяғына допты салып берген ол Реалдың қолына кубокты алып берді. Жыртық тесікке күлет демекші, ондай қателіктер Қазақстан премьер лигасында жетіп жатыр. Ұлттық құраманың бас қақпашысы Шацкийді біз түгілі Килиан Мбаппе мақтайды. Себебі француз оның қақпасына пенальти соға алмаған. Алайда көп мақтағаннан көз тиіп кеткен сияқты. Астана мен Шахтер арасындағы ойында Шацкий үлкен қателік жіберіп, елордалық клубқа чемпион болуға көмектесті. Бірақ Астана бәрібір Шацкийге трансфер ұсынған жоқ. Қазақстан мен Беларусь арасындағы ойында жанкүйерлер алға деп айқайласа да қырсыққан Ғафуржан Сүйімбаев артқа пас берді. Аяғының күші мықты болғанмен қолының күші әлсіз екен. Доп қақпаға да қақпашыға да жетпей Беларусь шабуылшысы жеңіс голын соғып кетті. Сүйімбаевқа сүйегін қатайту керек. Астана мен Ақтөбе жастар арасындағы ойында алаңға шыққанына небәрі 1 минут болған елордалық қақпашы қақпаны шатастырып алған сияқты. Аяғына кеп тұрған допты алға тебудің орнына өз қақпасына соқты. Қорғаушылар аң-таң, үсті басы шаң-шаң. Кім білет, бәлкім бұл қақпашы шабуылшы болуды армандаған шығар. Абат Айымбетовке Ақтөбе сапында бомбардир болуға қайсар қақпашысы көмектесті. Өзі қызыл қағаз алып зор ойнап жатқан командаға бұл қателік ауыр соққы болды. Абатты алдаймын деп өзі алданып қалған қақпашыға айтарымыз: біреуге орғазба, өзің түсесің. Түркия Суперлигасына ауысқан Абаттың ол жақта да осындай голдары көп болсын. Айып соққылары әдетте қатты болады немесе сәтті болады. Бірақ Атырау қақпасына соғылған бұл допты қалай атаймыз? Ақылды паспа, ақмақ шешім бе? Қақпашы аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп тұрғанда жай доп жылжып барып кіріп кетті. Басқа Ақтөбеге қарсы батыс дербиінде жіберген мұндай голды Атырау жанкүйерлері кешіре қоймас. Биылғы Азия кубогында Тәжікстан құрамасы сенсациялар көп жасауда, бірақ Қазақстан құрамасына қарсы ойында олардың қақпашылары керемет сенсация жасаған. Алға тебе салатын допты Бақтиярдың аяғына салып берген ол ойын тағдырын шешіп жіберген. Тыныш жүрген бүркітті қақпашы өзі үркітті деген осы шығар. Франциядағы Марсельді француздар мақтағанымен, Қайсардағы Марсельді қызылордалықтар мақтамайды. Себебі Марсель үмітті ақтамайды. Астана командасына қарсы ойында ол Хижниченконың добын қолына ұстап тұрып жіберіп алды. Бұл голға себеп жаңбыр ма әлде тағдыр ма? Белгісіз. Осы ойыннан кейін Марсель КПЛ-де көрінбей кетті. Бәлкім Кариус екеуі бірге қайғырып жүрген болар. Бүгінгі шығарылымда қазақ футболындағы қызықты қателіктерді көрсеттік. Алайда болашақта жұрттың қақпашылары қателессе қателессін, бірақ біздің шабуылшылар қателеспесін деген тілек бар. Қазақша контентті дамытайық. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.